Құдай кім? Және Иса неліктен құрбан болуға тиіс болды? Осы сұраққа жауап беру үшін мен киелі жазбаға қарауым керек. Құдай сөзіне, римдіктерге арналған хаттың үзіндісіне. Осы үзіндіні оқып, оны талқылау үшін бірнеше бейне үзінді керек болатын шығар. Егер киелі кітабыңыз болса, менімен бірге оқыңыз, немесе мен текстті экранға шығарып қоям. Сонымен римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 21-26 аят. Осы үзінді мен үшін жаратылыстың басталуынан бастап, Аян кітабына дейінгі Құдай сөзіндегі ең маңыздыларының бірі. Мен оқи бастаймын және оқу барысында түсініктемелер жасап отырам. Ал енді Құдайдың адамдарды ақтау жолы көрсетілді. Бұл жолға заңды ұстанудың қатысы жоқ. Назар аударыңыздар, бұл жерде заңға қарамастан деп айтылмаған. Құдайдың заңы мен шындығының, әділдігінің немесе оның рақымдылығының арасында ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Ал енді Құдайдың адамдарды ақтау жолы көрсетілді. Бұл жолға заңды ұстанудың қатысы жоқ. Ол туралы Таурат және пайғамбарлар жазбалары білдірген еді. Мұны түсіну маңызды. Заң Құдайдың әділдігіне қайшы келмейді, бірақ сол жайында куәлік етеді. Әрі қарай Құдайдың әділдігі Иса Мәсіхке деген сенім арқылы көрінді. Құдаймен қарым-қатынаста болуымыз үшін бізге не қажет? Бізге оның әділдігі керек. Құдай бізді жаратты және бізбен қарым-қатынаста болуға өте құштар. Бірақ осы қарым-қатынасқа ие болу үшін біз Құдайдың өзінің әділдігіне ие болуымыз керек. Осы әділдікті қалай аламыз? Киелі жазбада былай делінген: Құдай Яһуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсіхке деген сенімдер арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Құдайдың әділдігі, яғни құтқарылу бізге сенім арқылы беріледі. Мені дін бұзарлыққа айыптамауларыңыз үшін мені барынша мұқият тыңдаңыздар. Біз сенім арқылы құтқарыла алмаймыз. Бұл сандырақ. Егер сеніммен құтқарылу мүмкін болса, Мәсіх неліктен керек болды? Өзіңіз де сенімді арттырсаңыз болғаны құтқарылатын едіңіз. Сонымен біз қалай құтқарылдық? Біз Иса Мәсіхке деген сенімімізбен құтқарылдық. Мәсіхтің айқыш ағашта орындағаны, оның өлімі, қабірге қойылуы, қайта тірілуі, аспанға көтерілуі, киелі рухтың келуі, бұлар Құдайдың мейірімі болып табылады. Сенім, бұл Мәсіх орындағанды алатын қол ғана. Егер Иса Мәсіх Құдайдың адал ұлы болмаса, онда сіздің сеніміңіз бос әурешілік. Сеніміңіз қаншалықты мықты болса да сізге ешқандай пайда әкелмейді. Өйткені сенімнің құндылығы сенетін адамнан емес, кімге сенетіннен анықталады. Сеніміңіздің бағытталған объектісі оны күшті және мәнді етеді. Сондықтан мынаны түсіну өте маңызды. Иса Мәсіх шынымен құтқарушы, әділ және киелі Құдай ұлы. Біздің күнәларымыз үшін айқыш ағашта құрбан болды. Киелі жазбада сенім арқылы Құдайдың әділдігіне ие болатынымыз айтылады. Сеніммен емес, Иса Мәсіхке деген сенімі арқылы. Ал егер Иса Мәсіхке деген сөзді алып тастайтын болсаңыздар, онда сіз құтқарылу немесе Құдайдың әділдігін қабылдай алмайсыз. Әрі қарай былай делінген: Құдай Яһуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде, яғни сенім қажет. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Нәсілдің, діни тектің маңыздылығы жоқ. Біз Құдайдың әділдігін Иса Мәсіхке деген сеніміміз арқылы аламыз.